Бүгінгі бізде эффект включения и выключения қосылу және өшіру эффектісін қолданамыз. Бұл әрине әрбір телеарналарда және қысқа бейне роликтерде қолданылады. Соның бір нұсқасын ретінде осы видео сіздерге қосуға рұқсат етіңіздер. Ол үшін бізге керек белгілі нүктелерді қоямыз. Сол нүктелер арқылы басқарамыз. Ол үшін бізге бірінші нүктеміз қойып аламыз. 3 кадрлар емес. Екінші нүктесі бізде үстіңгі 2 100. Тағы 3 кадрлар емес. 100 қыламыз. 100 қыламыз. Сонда бізде бұлай қосылады. Сонда бізде басыла басталады. Әдемі нүктелері бар. Енді бізге керек осыған color баланс қосамыз да бұның түрлендіреміз. Ол үшін бізге эффекті color баланс. Color баланстың екі түрі бар. Color баланс емес, color баланс HLS қолданамыз. Екеуі ажырату алмаңыздар. Сосын бізге керек осы нүктелерге сәйкес астыңғы нүктелерінде lightness батырмасын өзгертеміз. Ал бізге мынау керек жоқ. Lightness мысалға видео басына келеміз. Lightness 50. Алғашқы нүктесі 50. 0. Ең соңғысына келгенде 0 болды. Осындай болып түрленеді. Видеомыздың бастапқы нүктелерін қойғаннан кейін біз мына нүктелерді астың батырмасын басып өшіріп аламыз. Содан кейін бізге керекті жағымызға қарай өшіріп қоямыз. Ол үшін альт батырмасын басып тура солай видеоның соңына шейін әкелеміз. Видеомыздың соңында өшіруге әкелеміз. Әрине қоятын кезде видеомыздың бастапқы настройкаларын ұмытпаңыздар. Міне, қараңыздар. Мына жерде бізде мына екі нүктелердің мынаны орнына қоямыз, ал мынаны өз орнына қоямыз. Сонда бізде мындай әдемі шығады. Сонда есептеген 3 кадрмен есептелу керек. 1, 2, 3. Қайтқан 1, 2, 3. Ондасын біз мына ортасындағы қоямыз. Бастан 1, 2, 3. Мынаны осыны қоямыз. Соңында бізде басында бар, аяғында бар. Айның басынан сізге көрсетейін.
жазылыңыздар, көріңіздер.